Бергаға қош келдіңіз. Сіз қандай бұйымдар алып келдіңіз мына жаққа? Мен зергерлік бұйымдар алып келдім. Өзім зергерлікпен айлансамын. Білем ғой. Фаберже орденінің иегері. О, бәрін біледі екенсің. Және сіздің әшекейлеріңізде Иорданияның патшайымы кім? Рания ханым. Абдулла сол таққан. Ол қандай не? Ол осындай міне бойдымар. Осы иә? Мынандай. Тура Өзі және де өзі ұнатқан екен оны. Мықты. Атырау қалай жатыр ма сізге? Атырау жақсы өте. Халқы да өте жақсы. Сізге зергерлік қашаннан бері дарыған? Қай жасыңыздан бастап сіз өзіңіз? Мен енді сонау ертесі өзі 40 жылға жуық айлансам ғой зергерлікпен. 40 жыл. Неше жасыңыздан бастадыңыз қызығушылығыңыз? Мен атам зергер болған. Кішкентай кезімде. Ұрпақтан ғой. Атам зергер болған. Соның жасағанын көріп өстім. Соның құрал сайманына жабысып өстім. Бірақ зергер болам деп ойлаған жоқпын, армандаған жоқпын. Суретші болам деп армандаған. Бірақ кейін Алматыда көркем сурет училищесіне барып оқуға түскенде, сонда зергерлік деген бөлім бар екен, содан зергер болып кеттім. Соны 82 жылдан бері зергерлікпен айлансам. Мынау тастар сіз оригинал ажыратасыз ғой? Иә, әрине. Қай жақтан келеді дегендей. Мысалы, мына біздің жерімізде тастар өте көп. Тастың барлық түрі бар десек те болады. Бирюза бар мысалы. Майқайың дейді мысалы, Павлодарда. Осы Қазақстаннан шығатын? Иә, Шымкентте, Келіншектауда, Қарағандыда мысалы бирюзаның нелері бар. Просто зерттелмеген ешкім айласпайды Қазақстанда тас өңдеумен. Мына Союз кезінде 90 жылға дейін Талдықорғанда Казкварц самоцвет деген завод болған. Тастың бәрі сол жерде өндірілген. Неше түрлі тастан заттар жасап, дүние жүзіне таратылады. Біз қалай тәуелсіздік алдық, солай тоқтап қалды заводың бәрі. Қазір ешкім айласпайды таспен. Енді өзіміз... Жастар жоқ па қызып жатқан? Жоқ, тасқа өйткені қызықпайды. Өйткені Қазақстанда тасты ешкім танымайды. Искусственный тастармен ала береді заттарды. Шетелдің нелерде таңданады таспен айлансатындар. Сіз жастарды үйретпейсіз ба тас ажыратып? Тасты біз білеміз ғой, ажыратамыз ғой бәрі. Жоқ, жастарды. Жастарды соны үйрету керек тасты. Гемологияға жаңа, ол бір ғылым ол өзі. Иә. Сондай оқу орындарында оқыту керек сондықтан. Бұл өте Қазақстанда жалғыз бір жігіт бар, Әлімхан деген, таспен айлансады. Соған дүниежүзінің еврейлері таңқалады. Неужели қазақ тас начал понимать деп мысалы, көрдіңіз бе?